Хаббл ғарыш телескопы 1990 жылдың сәуірінде жер орбитасына шыққаннан бері көптеген керемет фотосуреттермен бөлісіп отырды. Әрқайсының өз тарихы бар. Алайда Хабблдың ең тамаша кескінінің бірі 1995 жылы осы сурет. Ол ғаламның бүкіл дерлік тарихын бейнелейтін суреттердің алғашқысы болатын. Хаббл Deep Field аталған айрықша сурет ерекше үрдістің әсерінен туындаған. Әдетте астрономдар белгілі бір нысанды қарау үшін Хабблды қолдануға жүгінеді. Сен жұлдызды зерттегің келеді ме? Жарайды, сен қай жұлдыз екенін білесің. Сондықтан өзің мына телескопты сол жұлдызға бағытта. Бұл Роберт Уильямс. Ол 1993 жылы телескоптың директоры болды. Ол телескопты ештеңеге бағыттамау арқылы Deep Field бейнесін жасау туралы шешім қабылдаған. Біздің істеп жатқан ісіміз керісінше болды. Біз қазір бұрын соңды ешқандай бақылау жүргізілмеген аспанның бір бөлігін табуға тырысып жатырмыз. Олар Хабблдың өте алыс галактикаларды қаншалықты жақсы зерттей алатынын тексергісі келді, бірақ олар не көретіндерін білмеді, және бұл жаңа нәрселерді сынау үшін қолайлы уақыт емес еді. 12 жыл бойы $2 миллиард жұмсағаннан кейін мұндай күтпеген өте үлкен қателік орын алды. Хаббл командасы негізгі айнадағы ақау 3 жылға жуық уақыт бойы бұлыңғыр кескіндерді шығарғандары үшін телескоптың беделін әлі де қалпына келтіруде. Біз газеттердің сіз білетін Джонни Карсон шоуының саяси мультфильмдерінің мазағына айналдық. НАСАны осыншама қымбат жобада қателескені үшін күлкіге айналдырды. Содан кейін НАСА мәселені шешетін модульді орнату үшін ғарышкерлерді 5 күндік миссияға жіберді, және ол іске асты. Сонымен, Уильямс командасы 1995 жылды терең далалық бақылауды жоспарлауға жұмсады. Біріншіден, олар телескопты қайда бағыттайтынын шешу керек еді. Біздің мақсат галактикадан тыс жерлерді көру болды. Сондықтан бұл нүкте құс жолы галактикалық жазықтығынан және кез келген белгілі бір үлкен галактика кластерлерінен алыс болуы керек еді. Олар кедергі болатын ешқандай жарық объекттердің болмағандығын қалады. Үздіксіз бақылаулар алу үшін бұл Хаббл жерді айналып өткенде қараңғыда қалмайтындай орын болуы керек еді. Олар жеті қарақшының дәл үстіндегі аймақ кеңістіктің қараңғы, байқала бермейтін көз деңгейіндей тесік таңдады. Көру өрісі өте кішкентай болды. Астрономдар аспандағы денелердің көлемін бұрыштық градуспен өлшейді, ал градусты 60 доғалық минутқа бөлуге болады. Ай жерден қарағанда жарты градусқа жуық, шамамен 30 доғалық минут. Бірақ Хаббл суретке түсірген аумақтың диаметрі небәрі 2,6 доғалық минут болды. Бұл тереуіш басынан сәл үлкенірек. Демек, бұл аспанның кішкентай ғана бөлігі. Бақылаулар 1995 жылы 18 желтоқсанда басталды және 4 түрлі толқын ұзындығындағы жарықтар жиналды. Ал келесі 10 күн ішінде телескоп аспанның сол кішкентай бөлігінің 342 кескінін қағаз бетіне түсірді. Біз жақсы деректер алып жатқанымызға қуандық. Бірақ біз жұмысты жалғастыруымыз қажет болды. Алайда 10 күн өткеннен кейін ғана бізде шынымен де бірдеңе бар екенін түсіндік. Суретте бірнеше жұлдыздар бар, бірақ ондағы барлық басқа нысандар, соның ішінде осы кішкентай көк нүктелер, олар галактикалар. Әртүрлі галактикалардан келген жарық галактикалардың 12 миллиард жылға дейін созылатын әртүрлі даму кезеңін көрсетеді. Бұл жойқын жарылыстан 1,5 миллиард жыл кейін ғана. Бұл телескопты жерге қарай бағыттап, әртүрлі уақыт кезеңінде өмір сүрген ежелгі Мысырды, неандертальдарды, тіпті динозаврларды көрумен пара-пар. Зерттеу тобы 2 жылдан кейін бұл жолы оңтүстік аспандағы тағы бір кішкентай нүктеден үлгі кескіндер алды. Біздің жай білгіміз келген. Содан кейін біз сіз білмеген бір нүктені алдық делік. Алайда бұл жай ғана оғаш нүкте болуы мүмкін, сондықтан біздер бақылауды қайталау керек деп шештік. Деректер жинағы галактикалардың жалпы мөлшерінің санағын арттырды. Олар зерттеушілерге ғалам арқылы жұлдыздардың пайда болу тарихын бақылауға мүмкіндік берді. Олар галактикалардың әуелінде шағын да қым-қиғаш екенін айғақтау арқылы галактикалардың пайда болу теориясын растады. Бірақ Хаббл Deep Field'інің ең маңызды мұраларының бірі астрономия мәдениетін қалай өзгерткені. Осы уақытқа дейін алынған дерек толығымен талдамағанша астрономдардың оларды сақтауы керек болғаны жайлы жағдайлар көп болды. Деректерді жаңалықтар жинағында сақтаудың орнына Уильямс және оның командасы оны тезірек аяқтап, ғылым қауымдастығына бірден шығарды. Олар жайлы қазір жүздеген мақаламаларда сілтеме жасалынған. Қазіргі уақытта адамдар арасында қызықты бақылаулар жүргізіп, деректерін белгілі бір уақыт ішінде өздерінде сақтауға құқылы болса да, оны көпшілікке қолжетімді ету әлдеқайда жиі кездеседі.
Жетілдірілген заманауи камералар арқасында Хаббл одан әрі тереңірек өрісі бар суреттер жасады және бұл деректерде көпшілікке жарияланды. Менің ойымша, бұл адамзаттың өзара білім алмасу маршын Хаббл де Фил секілді әрі қарай жалғастырады.